Сіздер осыдан ондаған жылдар бұрын Теміртау қаласы басқаша көрінді деп ойлайсыздар ма? Мысалы, Самарқанд су қоймасының орнында бірнеше қазақ қыстақтары болған. Қаламыздың ескі бөлігінде қазіргі жұқпалы аурулар ауруханасының орнында атқоралар болған. Ескі қазақ металл зауытының цехы картоп алқаптарында және Самарқанд кентінің зиратының арнайы орнында орналасқан. Энергетиктер мәдени сарайы ұстахананың орнына салынған. Ал қазіргі Школьная көшесіндегі жанармай құю бекетінің аумағында мектеп орналасты. Ескі қалалық саябаққа қарама-қарсы орталық клуб, кейінірек вокзал орналасты. Блюхера, Тищенко көшелерінің жеке секторларында бала бақшалар болған. Ал саябақтардың орнында қалалық аурухананың алдында жаңа жылдық шырша орнатылған металлургтер алаңы болды. Біздің шағын оқиғалар сияқты бәрі де үнемі өзгеріп отырады. Оларды көріп, Теміртауды зерттеңіздер.